Әйелге береріңіз мол болса, өмірден аларыңыз да еселене түседі. Егер ер адам сүйіктісінің жанындағы өз күйін ұнатса, онда әйел сүйікті әрі керек екенін сезінеді. Өзіне деген мұқтаждықты түйсінеді. Зайыбы ері үшін ауа сияқты болғысы келеді. Шөл даладағы су сияқты болғысы келеді. Ерінің сезімін сезінуі маңызды. Мен сені сағындым. Сені күні бойы ойладым. Мен үшін сен ең маңызды адамсың. Сен мені шабыттандырасың. Сенің жаныңда қанат бітеді. Өмірімнің мәні айқындалады. Күш қуатым тасиды деген қарапайым сөздер әйелдің көңіл күйін көтеріп, тың қуат береді. Әйелді дұрыс жақсы көру. Оның жан дүниесін сезіну, көңіл күйін, ахуалын түйсіну. Егер зайыбыңыз сізге ренжулі болса, оның ашуы сіздің бүгінгі көңіл күйіңізді басқарып кетеді. Кейде ер адамдар бүгін ісім жүрмеді деп отырады. Айналаңызға қараңызшы, қанша әйел ренжіттіңіз. Жетістікке жеткен азамат осы жетістігі зайыбына, жүрегіне байланған жанның пейіл көңіліне, жаман ойы мен ашуына қаншалықты тәуелді екендігін түсінетін жігіт. Сіздің зайыбыңыз салым салған банк сияқты. Оның көңілін тапқан сайын өз өміріңіз гүлдене береді. Дұрыс жақсы көру жай ғана зайыбыңызды шын сүю. Оның жан дүниесін түсінуге тырысу. Ішкі әлемін тану. Әйел қасынан үнемі өзіне ғашық адамды көргісі келеді. Кейде ері шын түсінбейді. Осыған не керек өзі? Бәрі бар, бәрі бір, қабағы бір ашылмайды дейді. Әйелге сезім жетіспейді. Ол өзін сүйікті сезінуі тиіс. Әйел сезімді сезінетіндей түсүйіңіз. Сосын әр әйелдің сезімді түсіну шкаласы әр бөлек. Көбіне әйелдің өзі не қалайтынын айтып береді. Тек құйма құлақтар құйып алса болғаны. Бақытты отбасыларда ерлі зайыптылар бір-бірінің әр қадамын бағып, қуанып, құттықтап отырады. Керек жерінде жұбатып, көмегін ұсынады. Зайыбыңыздың сезіміне салғырт қарамаңыз. Ынтықтығыңызды сездіріңіз. Әйелді еркелетіп, керегін әперіп отыру қажет. Кішкентай қызға қарағандай қараңыз. Ұсақ түйек сыйлықтар жасап тұрыңыз. Әрқашан киноға шақырып, театрға ертіп барыңыз. Тосын сый жасаңыз. Кешкі асқа, не саябаққа серуендеуге шақырыңыз. Оның бос уақытын өзіңізбен толтырыңыз. Ерінбеңіз. Әйелді дұрыс жақсы көру, жомарт болу. Әр нәрсе жомарттық таныту. Сөзбен, көңіл күймен, сыйлықпен. Сараң шық бермес шайбайлар шын жетістікке жетпейді. Олар мүмкіндігін толық аша алмай қалады. Махаббат заңы. Неғұрлым көп берсеңіз, соғұрлым көп аласыз. Ақша бір нәрсе сатып алатын қағаз емес, ол қуат. Әйелге ақшаны шын ниетімен берген сайын еркектің жолы ашыла береді. Миында тиындарын санап қалса, өзіне зияны тиеді. Ақшасын санамаса, зайыбы ерекше ықыласпен жақсы көріп кетеді. Әйелдің махаббатымен ер азаматқа бақ қонады. Жетістікке бастар жолы ашылады. Егер зайыбыңыз сіздің сезімнің дефицитін ғана сезінсе, материалды тұрғыда қамтылмаса,
ол бақытсыз әйел, яғни ол кеңістікке тек сондай нашар вибрациялар жібереді. Әйелдің қуаты кеңістікке қатты әсер етеді. Кей еркектер ақша тапсам болды деп есептейді. Олар әйелге ықылас, пейіл, құшақ, қамқорлық, уақыт бөлу керегін елемейді. Жомарт болыңыз. Әйелді дұрыс сүю, оның жан дүниесіне қамқорлық таныту. Әйелдің жан дүниесіне қалай қамқорлық жасайды? Әйел еркектерге қарағанда сезіммен, көңіл күймен өмір сүретіні белгілі. Оларда логика мен ақыл бола бермейді. Жалпы әйелдер ақымақ демеймін. Ақылды әйелдерде көп, дегенмен әйел болмысы көңіл күй жетегінде кетеді. Еркектің мақсаты әйелдің көңіл күйін түзеу. Әйел сезімін басқара алмай қалғанда, еркек өзін қалай ұстайды? Осы нәрсе өте маңызды. Әр азамат зайыбының осал тұстарын білуі керек. Қатты сөз айтып ренжітуі үшін емес, жүрегін сақтап, артық қасіреттен сақтап қалу үшін. Ең дұрысы, көңілі бұзылғанда зайыбыңызды осындай жағдайға жеткізбеу. Ол ашуланғанда сізді ренжіткісі, көңіліңізге дық салғысы келмейді. Жанына жара салғанда өзін қадағалай алмай қалады. Бәлкім, сіз өзіңіз де түсінбестен ауыр сөз айтып, жүрегін тілгілеп алғаныңызды байқамай қалған шығарсыз. Жанына жара салғанда әйел ашуланады, сосын ашуға беріліп, өзін қорғай бастайды. Әйелдің ашуы да, долылығы да еркекті шошытады. Сол сияқты үндемей іштен тынғаны да қорқынышты. Егер ол үндемесе, ішінде бұрқ, сарқ қайнап жатқан оқ сөздерден сақтап қалғысы келгені. Әйелдің сезімге еріп, ашуға бой алдырып, мінез көрсетуінен шошисыз. Бұл жағдай сізді қалай шошытса, әйелді де соншалықты шошытады. Өзінің ашуынан өзі қорқатын кезі көп. Ол бәрібір ерін сүйеді. Ері оған керек, су құятын құты сияқты. Өзінің ашуынан қорғап қалса екен дейді. Әйелдің ашуынан қорқпайтын еркекті мықты азамат дейміз. Егер ашуына қарсы шықпай төтеп бере алса, екінші жағынан төбесіне шығарып, өзін кемсітуге, қорлауға жол бермейді. Әйелдің ашуынан қорқпау керек. Тек сабырмен жақсы көріп қойдыра білген абзал. Азамат өзінің рухани дамуына көңіл бөлсін. Ішкі қиындығын белгілі бір әйелмен емес, жалпы әйел болмысымен шешуі тиіс. Егер жігіт анасымен қарым-қатынасын шешіп алмаса, анасының ықпалынан шыға алмаса, оның алдында өзін кінәлі не оған ашулы болса, ренжулі болса, онда әйел атаулымен қарым-қатынасы мандымайды. Жақсы әйел мойынсұнғыш еркекті бағаламайды. Бірақ көп әйел күйеулерін осындай етуге тырысып бағады. Осындай сәтте еркектің намысты ояту қажет. Әйелдің деструктивті импульстеріне өзінің азаматтық болмысын білдіруге жол бермеу керек. Еркектігін сақтап қалған азамат зайыбына нәзіктігін ашуға көмектесе алады. Ер азамат өзінің кеңістігін құрметтеуі тиіс. Шекарасын қорғап, әйелді төбесіне шығарып алмасын. Әйел еркектің басына шықса, содан еркек бақытты боп кетеді демеңіз. Одан әйел де бақытты боп кетпейді. Әйелді қанша сүйсеңіз де, азамат екеніңіз есіңізден шықпасын. Әйелге биліктің тізгіні тимесін. Тізгінді қолда ұстау үшін
жалқаулықты жеңіп, шолақ ойлаудан арылып, қорқыныш пен үрейді жинап қойып, болмыстағы азаматтықты жетілдіру шарт. Қорғаңыз, қамқор болыңыз, басқарыңыз. Әйелге өзіңізді кемсітуге жол бермеңіз, шекарадан аспасын. Көңіл күй бақылаудан шығып кетсе, жақсылық жоқ. Әйелге көп дүниені рұқсат ете беріп, махаббатыңызды қоқысқа дайындайсыз. Әйелді тоқтататын күш еркек, соны ұмытпаңыз. Есінен шығып бара жатқанда түсіре қойыңыз. Әйел еркектің жанындағы өзін жақсы көреді. Жүрегіндегі мықты адамды жақсы көреді. Өзін төмен түсірмейтін, алысқа ұзатпайтын, ешқашан сатып кетпейтін азаматын жақсы көреді. Егер зайыбыңыз сіздің жаныңызда сабырлы, үйлесімді болса, ол өзін де, сізді де жақсы көре береді. Егер айғайлап дауыс көтерсе, долылығын көрсетсе, өзін де, сізді де жақсы көруді доғарады. Әйелді қалай тоқтатасыз, өзіңізге ғана мәлім болсын. Құшақтаңыз, сүйіңіз, дауыс көтермей сөйлеңіз, қабағыңызды түйіңіз, күліңіз, бірақ ешқашан кемсітпеңіз. Намысын аяққа таптамаңыз, есікті тарс жауып кетіп қалмаңыз, оның сезіміне түкіріп, уайымына күліп қарамаңыз. Ашуға булыққанда өзін ешкім тыңдамаса, есікті тарс жауып кетіп қалса, сезімі бағаланбағанын, өзінің еш керек еместей сезінеді. Оған сізді көру, ішіндегісін шығарып айту, оны түсінгеніңіз маңызды. Әйелдің көңіл күйінен қашқалақтамаңыз. Егер әйел сіздің бар кеңістігіңізді жаулап алғанын байқасаңыз, оның бақылауы мен қадағалауы шектен шығып бара жатса, неліктен осыған жол бергенін анықтаңыз. Шамасы өзіңіз оған дер кезінде көңіл бөлмеген шығарсыз. Жүрегін күмән күдік қақса, әйел қорқа бастайды. Қорқынышын, үрейін басуға көмектесіңіз. Мәселені бірге талқылап көріңіз. Егер әйел қатты қадағалап, талапшыл бола бастаса, оның бір ғана мағынасы бар. Ол сізге бауыр басқаны, әрі сіз сатып кетеді, тастап кетеді деген уайымы бой көтергені. Сізден айырылып қалуға қорқа бастайды. Бұл да қалыпты құбылыс. Неғұрлым көп ашуланып, өз шекараңызды қорғап, кеудесінен кері итерген сайын, оның күмәні үдеп, талабы ұлғая бермек. Оның қорқынышына сақтықпен қараңыз. Әрине, ол жалынса да күніне 27 рет қоңырау шалудың қажеті жоқ. Дегенмен, ол қатты қаласа, бір рет хабарласып қоюды білген жөн. Оған дауыс көтермей, жұмыста екеніңізді түсіндіріңіз. Қолыңыз бос емесін білсін. Тәулігіне 24 сағат оның қасынан шықпай отыруға болмайтынын айтыңыз. Сізді жұмыспен, не тағы басқа дүниемен бөлісуге тура келетін түсіндіріңіз. Дұрыс сүю, әйелді қалауыңызды қанағаттандыру көзіне айналдыру емес. Әйел тек жар болу үшін, ана болу үшін жаралған деп келте ойламаңыз. Заманауи әйелдер бұл рөлмен шектелмейді. Оған өзін тануға, ниеті түсетін саласын табуға көмектесіңіз. Жаны қалаған ісімен айналысуға бағыттаңыз. Оның еркіндігін шектемеңіз. Құрбылармен дос болуын мақұлдаңыз. Әйелге көңіл күйін сыртқа шығарып отыру маңызды. Кейде сізге оның пәлен сағат телефон тұтқасын тастамай сөйлескені ұнамауы мүмкін. Ондай кезде таңдау жасаңыз. Оның бар әңгімесін сағаттап өзіңізге айтқаны керек пе? Онда барлық құрбысын аластаңыз. Ал егер бос уақытыңызда диванда жатып теледидар көргіңіз келсе, онда құрбыларға тимеңіз. Әйелді меншік зат көрмеңіз. Сосын махаббатымен тұншықтырып болды деп ренжімейсіз.
сізден тыс қызық өмірінен тыймаңыз. Оның бар қызығын өзіңізге тіреп қоймаңыз. Әйелді дұрыс сүю ең алдымен көңіл күйіңіз сізді басқарып кетпеуін қадағалау. Азаматтың күш-қуаты ақылы мен ерік-жігерінде. Егер зайыбыңыз бен қарым-қатынас ойдағыдай болмаса, бірден басқа әйелдің құшағынан жұбату іздемеңіз. Еркекке бейпіл сөз бен айғайға, кемсіту мен жазғыруға дейін төмендеу жараспайды. Өзіңізді басқарудан қалған сәтте бәрі бітті дей беріңіз. Әйел сізді сыйламайды. Сіз ол үшін қарабайыр қатын сияқты болып қаласыз. Ол сізге әйел болмысты деп қарайды. Қанша жерден айғайға басқыңыз кеп тұрса да, өзіңізді, сезіміңізді ырықтап ұстаңыз. Жәбірлеу мен қорлау, боқтау туралы тіпті ештеңе дегім келмейді. Әйелге ондайды көрсетуге болмайды. Мейлі, қанша жерден жаман болсын, оны жайына қалдырып, тыныш қана кетіп қалыңыз. Қинамаңыз. Астам судың қажеті жоқ. Әйелден жар алдыңыз. Ендеше әйел затын қадірлеп үйреніңіз. Тек қана жынысы үшін. Әйелмен басқалармен сөйлескенде тіл табысу қажет. Не сезінетініңізді айтып отыру өте маңызды. Еркек сезімін айтып жеткізе алмағандықтан қанша шаңырақ шайқалғанын білсеңіз ғой. Еркектер іштен тынып, үндемей қалады. Ішімдегіні тап деу қате. Бірде маған ерлі-зайыптылар кеңес алуға келді. Олармен жұмыс жасай бастағанда, ері қолына кішкентай бала беті қарғадан қорғап тұрған суретті таңдады. Әйелім айқайлағанда өзімді осылай сезінемін деп түсіндірді. Зайыбы таң қалды. Ол өзінің айқайы еріне осыншалық кері әсер етеді деп ойламағанын айтты. Күйеуі оның бірде-бір сөзіне құлақ аспайтындай көрген. Әйелмен сөйлесуден қорықпау керек. Не сезінетініңізді айтыңыз, қалай сөйлескіңіз келетініңді де айтыңыз. Дұрыс сүю, ұрыс-керіске, ренішке, айғай-шуға қарамастан тұрақты болу. Істеуге тиісті дүниені жалғастыру, отбасына қамқор болу, есеп-шоттарды төлеу, өз жұмысыңызға бару. Егер істеуге тиісті істерді әдейілеп жасамасаңыз, сөйлеспей кетсеңіз, бұл әйелдің болмысын білдіреді. Ерім бар деген сенімнен айырады. Сізге арқа сүйемейтін боп алады. Ең қорқыныштысы да сол. Сізге деген сенімнен айырылу мен тұрақтылықтың жоқтығын сезіну. Әйелге сіздің оның өмірінде бар болуыңыз маңызды. Үйдегі сынған дүниені жөндеу, баланың сабағын оқыту, үй тірлігіне көмектесу, оның жан дүниесіне үңілу, өміріндегі өзгерістерден хабардар болу. Әрине, үйге келе сап, төсекке жан тая кету оңай. Бірақ, олай етсеңіз, өзіңіз арман еткен бақытты отбасының шаңырағын биіктетіп, керегесін кеңейте алмайсыз. Бірдеңе жетіспей тұрғандай күйде қаласыз. Әйелдің бірінші қадам жасағанын күтпеңіз. Өзіңіз бірінші қадам жасаңыз. Әйелдер ерінің махаббатқа ұмтылысын қаншалықты қатты күтетінін білсеңіз ғой. Оның жанында болғыңыз келетінін сезінсін. Оның қасында жаныңыз рахаттанатынын білсін. Әйелден қашпаңыз. Ол өзін жалғыз сезініп, салысуға кетеді. Ешкімге керек еместігін сезініп қалады. Су құйылмаған гүлге ұқсап қалады. Әйелді тыңдап, оның тілегін мүмкіндігінше орындауға тырысу. Шын мәнінде әйел қалаған әрдайым айтып отырады. Естігеніңізге сенбей таң қаласыз. Кейде айта алмай қиналады, яки айтуға ұялады. Сондықтан ыммен білдіруге тырысады. Не дегісі келетінін тыңдай біліңіз. Оның ыммен айтқанын түсініңіз. Әйелдің жата кеп жалынғанын күтпеңіз.
өзіңіз де көмекке келіңіз. Әйелді дұрыс сүю, оған әр жақсылығы үшін риза болу. Сізді таңдағаны үшін, сізге ұрпақ сыйлағаны үшін, шаңырағыңыздың берекесін кіргізгені үшін, ырысыңызды еселегені үшін, әйелдің істеп отырғанын шынайы түрде көріп, бағалап, алғыс айтып үйреніңіз. Үйде отырған әйелдің ісі еркектің көзіне көріне бермейді. Әйел үй тазалағанына қанша уақыт жұмсайтынын есептей де алмассыз. Ал сіз нәтижесін де байқамай қалуыңыз ықтимал. Әйел сол тазалық жүргізу барысында рахаттанады. Ол күні бойы үй жинауы мүмкін, ескі заттарды ақтарады, суреттерді көріп шығады, естеліктерге елітеді. Ол үйдің әр бұрышына үңіліп шығады. Картина өз орнында тұрмады десе, оны басқа жаққа іліп әуреге түседі. Бұның бәрі талай уақытты алады. Ал жұмыс нәтижесі сырт көзге білінбейді. Бірақ әйел өздігінен өз орында отыра да алмайды. Төсекке де қисаймайды. Егер әйеліңіз жұмыс істейтін адам болса, онда үй тірлігіндегі шаруаның бәрін бөлісіп алу керек. Дұрыс сүю деген сіздің жарыңыз қандай тілде сөйлейтінін білу. Ол үшін не маңызды екенін анықтау керек. Ыстық құшағыңыз аймаласу ма? Қалаған жерін уқалау не үй шаруасына тигізер көмегіңіз маңызды ма? Жылы сөзіңіз бен тосын сыйлар ма? Оған жасайтын қамқорлығыңыз ба? Зайыбыңызды зерттеуден шаршамаңыз. Оған ләззат сыйлар дүниенің бәрін біліп алыңыз. Әйелді дұрыс сүю, күллі ұсақ түйекті байқап отыру деген сөз. Шашының түсін, әлпетіндегі өзгерісті, сымбатындағы ерекшелікті, ері әйелінің жаңа көйлегін байқамаса, яки 100 рет киген көйлегін қашан алдың деп сұрай қалса, бұл әйел атаулыны қатты ренжітетін жақсы білем. Ерінің назар салмауы әйелді қатты өкпелететінін білмейсіз. Ұсақ түйекке назар аударуды әдет қылмағансыз, ендеше үйреніңіз. Қарым-қатынас жайлы болу үшін әрдайым жаңа нәрсені үйренуге тура келеді. Махаббат жайдан жай берілмейді. Кездейсоқ басқа түспейді. Махаббатты зайыбыңызбен түсіну арқылы сүйе отырып түзесіз. Әрқашан көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Бойкүйездікке салынбаңыз. Жақтырмағаныңызды сездіртпеңіз. Сіз ер азаматсыз. Бүкіл отбасыны игеру сіздің ырқыңызда. Тек материалды тұрғыда қамтамасыз ету емес. Үй ішіндегі жақсы көңіл күйді де тұрақты ету сіздің еңбегіңіз. Сізге қарап үйдегі әрбір жан бой түзейді. Сіздің көңіл күйіңізден нәр алады. Сіздің өмір сүру салтыңызды меңгереді. Өмір сүру салтыңызды дұрыс жолға түсіріңіз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Спортпен шұғылданыңыз. Контрастылы душ қабылдаңыз. Бұның бәрі тек сізді емес, бүкіл отбасыны сергітеді. Жаман әдеттерге үйірсектенбеңіз. Отбасының рухын көтеру сіздің қолда екенін ұмытпаңыз. Сіз отбасында бассыз, ал балық басынан шірейтінін ұмытпағайсыз. Өзіңізді жетілдіріңіз. Жан әлеміңізді таза ұстаңыз. Бойыңыздағы азаматқа сай болмысты дамытыңыз. Сонда әйеліңіз сүйіп өтеді. Дөрекі болмаңыз. Алайда тым жұмсақ болуға да болмас. Шешім қабылдап, кез келген жағдайды басқарып кетуге ұмтылыңыз.